Самұрық-қазына компаниялар тобында корпоративтік басқару саласының көшбасшысы Кегок биыл трансформация жолына түсті. Компания ендігі жерде жұмыс стилін өзгертіп, ұжымдағы таланттарды басқарып, жаңа корпоративтік мәдениет қалыптастыруға ұмтылып отыр. 4800 адамдық ұжымда қатаң іріктеу жүргізіліп, топ 25 кадрлық резерві түзілген. Компания басшылары олармен жүздесіп, ұсыныстарын тыңдады. Алдағы күндерге кәсіби дамуына бағыт-бағдар берді. Работать во благо компании, во благо страны. Ертең сіздер ұлттық компанияның тізгінін ұстайсыздар. Сол кезде сіздердің отансүйгіштіктеріңіз қозғаушы күш болу керек. Ол үшін алдымен оқу керек. Ағылшын тілін меңгеріп, білім көкжиегін кеңейткен жөн. Одан соң потенциалды бәсекелестерді де зерттеп жүру керек. Алдағы уақытта осы резервтегілерге арнайы воркшоптар мен семинарлар өткізіледі. Әрқайсысын жекелей дамыту жоспарлары жасалады. Кейін келе ұлттық компаниялардың бірінші басшылары жеке тапсырмалар жүктейді. Шеберлігі шыңдала келе, алдағы 5 жылда олардың қызмет баспалдағымен 2 саты жоғары өрлеуіне жол ашылады. Бүгінгі отырысқа резервистер сапында шақырылған Серік Жарқынбаев осыдан 15 жыл бұрын дәл қарашаның 27-сі күні еңбек жолын бастаған. Алғашқы жетекшісі сол тұста цех бастығы болу үшін ондаған жыл тапжылмай еңбек ету керектігін ескерткен. Алайда маман алға қойған өз мақсатына үздіксіз ұмтылып, 2012 жылы кадрлық резервке қабылданды. Сол 2012 жылдан бері мен уже қазіргі күні бүгін 3 жыл өтті, 2 сатыға көтеріліп отыр. Біз бәріміз үміттенеміз, басшы лауазымдарға именно біздің кадрлық резервтен алады. Барлығы бұл жерде мықты, өздерінің жұмыстарын профессионалдар. Резервтегілерге шеберлік сабақтары бүгіннен басталып кетті. Самұрық-қазына акционерлік қоғамы адам ресурстарын басқару жөніндегі бас директоры Дэниел Крюзберг топ 25-ке қабылдану тек кіру билет екенін қадап айтты. Біліктілігін үздіксіз шыңдап, білімін жетілдіргендер ғана табысқа жететінін ескертті.